Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін айраннан осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, ең бастысы жасалу жолы оңай, өте дәмді осындай пирогты жасаймыз. Бұл пирогты әсіресе балмұздақпен ұсынуға кеңес беремін. Ерекше дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті жасап көрсеңіздер болады. Достар, видеоның описание бөлімінде барлық құрамдар жазулы тұр. Ал енді бастайық. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек. Оған мөлшеріндегі қантты қосып, миксердің көмегімен біздің жұмыртқалы массамыз 2 есеге ұлғайғанша жақсылатып шайқап аламыз. Шамамен мен 4-5 минуттай шайқап алдым. Мінеки көлемі осылай 2 есеге ұлғаяды. Енді келесі кезекте сұйық майды қосамыз. Сұйық майдың міндетті түрде иісі болмау керек. Сол кезде пирогқа ешқандай дәмі болмайды. Одан кейін кез келген пайыздағы айранды қосамыз. Көбісі жазып жатады, айранның температурасы қандай болу керек деп. Маңызды емес, бірден тоңазытқыштан ала беріп қоса берсеңіздер болады. Ұнды әдеттегідей міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Мен басында барлық ұнды електен өткізіп алдым. Одан кейін бірінші ұнның барлығын салмаймыз, жарты бөлігін салып, 1 шай қасық қопсытқыштан саламыз. Одан кейін түйіршіктері кеткенше осылай жақсылатып барлығын араластырамыз. Түйіршіктері кеткеннен кейін қалған ұнды саламыз. Сонымен қатар достар, каналыма тіркелсеңіздер болады. Аптасына 3 рет жаңа рецепт шығып тұрады. Көбіне мен жасалу жолы оңай, қолжетімді ингредиенттен жасалатын рецепттерді назарларыңызға ұсынуға тырысамын. Осы кезден бастап енді пешімізді қыздырып бастаймыз. Менде форманың диаметрі 23, 20-23 диаметрлі формалары болады. Осылай жақсылатып барлығын құямыз. Кез келген сиропты бетіне құюға болады әдемілік үшін. Менде үйде барбадос сиропы болды, вареньенің сиропын қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште біздің бисквитіміздің беті қызарып жақсылатып піскенше бір шамамен 35-40 минуттай әдемілетіп бисквитімізді пісіріп алатын боламыз. 40 минуттың ішінде бисквит дайын болды. Ерекше дәмді, үл-пүлдек, биік болып шығады. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымда әртүрлі қолжетімді ингредиенттен жасалатын рецепттер бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Рецепт ұнап жатса лайк басып мені қолдап қойсаңыздар, комментарийға өз ойларыңызды жазсаңыздар да болады. Сонымен қатар инстаграмның да сілтемесін қалдырып өтемін. Инстаграм каналыма да, парақшама да тіркелсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.